Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы темір жол бекетінде. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну. Жаңа сөздермен таныс болайық. Бекет, хон, аралық, жол сапар, жол азық, жүрдек, бағыну, жолшыбай, куәлік. Жарайсыңдар, бұл сөздерді сөздікке жазып қойыңдар. Бірінші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Берілген сөздерді қолданылу орнына қарай бөліп жаз. Құрлық жолы, темір жол, әуе жолы, су жолы. Бұл аталған көлік атауларына қайсысы жатады екенін жазамыз. Тікұшақ, ұшақ, жеңіл көлік, ғарыш кеме, пойыз, электр пойыз, автобус, жүк көлігі, трамвай, мәшине, желкенді қайық. Аталған жол түрлеріне берілген сөздерді бөліп жазамыз. Бағалау парағы берілген сөздерді қолдану орнына қарай бөліп жазады, 1 ұпай. Көлік түрлеріне қажетті терме сөздерді ажырата алады, 1 ұпай. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 ұпай. Екінші тапсырма, айтылым тапсырмасы. Сурет бойынша диалог құрыңдар. Тақырыпқа байланысты сөйлеу әдебі формаларын қолданыңдар. Бағалау парағы сурет бойынша диалог құрады, 2 ұпай. Орфографиялық заңдылықтарды сақтайды, 1 ұпай. Үшінші тапсырма, мәтінді тыңда, тірек сөздерді пайдаланып түсінгеніңді айт. Үшінші, төртінші сабақтар. Үшінші тапсырма. Әкем екеуміз жол сапарға шықтық. Ауылда тұратын атам мен әжеме барамыз. Анам екеумізге жол азық дайындап берді. Жолшыбай Түркістан қаласында тұратын ағамның үйіне барамыз. Темір жол бекетіне пойыздың жүруіне жарты сағат қалғанда келдік. Кассаға барып, билет сатып алдық. Билеттің құны екеумізге 11.400 теңге болды. Біз отыратын 64-ші жүрдек пойыз вокзалға келе жатыр. Бұл пойыз Көкшетау-Қызылорда бағыты бойынша жүреді. Оператор қыз, құрметті жолаушылар, Көкшетау-Қызылорда бағытындағы пойыз 2-ші жолға келіп тоқтайды. Пойыз толық тоқтағанша вагондарға жақындамаңыздар деп қайта-қайта хабарлап жатыр. Пойыз тоқтаған соң, кейін әкем екеуміз вагонға кірдік. Вагонның іші таза екен. Заттарымызды вагонға қалдырып далаға шықтық. Анықтама бюросындағы қыз, құрметті жолаушылар, 64-ші жолаушылар пойызы жүргелі тұр, сақ болыңыздар деп хабарлады. Тыңдаған мәтін арқылы тірек сөздерді пайдаланып түсінгеніңді айт. Тірек сөздер: жолаушы, жол сапар, жол азық, бекет, хон, аралық, жолшыбай, жүрдек. Осы сөздерді пайдалана отырып түсінгеніңді айт. Бағалау парағы. Тыңдалымнан түсінген айтады, 2 ұпай. Сөздерді аударады, 1 ұпай. Сөйлеу, жазу сауаттылығын сақтайды, 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.